Осы мамандықты таңдауға не себеп болды? Аспаз всегда жоғарыда тұрады. Оқу қиын ба? Техникалық жабдық, цех бар бізде, жаңа оборудованиялар бар. Эмирейтстағы ең қымбат отельде біздің түлегіміз жұмыс жасайды. Сәлем достар, бұл келешекке талаппен подкастың кезекті саны, және бізде бүгін қонақта өзінің шебері, халықаралық деңгейдегі наубайшы, WorldSkills қатысушы, қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжінің өндірістік оқыту шебері Еркебұлан Серікбайұлы. Еркебұлан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Студиямызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Сіз осы наубайшылық саласында шебер ретінде танымалсыз, иә? Жалпы осы мамандықты таңдауға не себеп болды? Басында, яғни бізде отбасылық наубайхана болатын. Сол наубайханаға ағам ашқан болатын. Ағам мені шақырып, қасына көмекші болып жұмыс жасадым. Көмектесіп жүрдім жұмыс жасағанда. Өйткені өзіміздің семейный наубайхана ғой ол жер. Сол жерге жұмыс жасап жүріп, үйреніп алдым жаңағы нан пісіру. Қай жасыңыздан бастап келдіңіз сонда? 15 жасымнан бастап келдім. 10-шы сыныптан кейін, 9-дан кейін емес бірақ, 10-шы сыныптан кейін, иә. Сіз ерте бітірдіңіз бе сонда? 9 емес, негізі 11-ші сыныпқа қарай кетіп бара жатқанмын ғой. Жаңағы тарих мамандығын таңдап, негізі как положено. Кім болам деп? Юрист болам деп, адвокат сондай. Сол заң жағынан кеткім келген. Одан кейін өзгеріп кетті барлығы. Ағам наубайхана ашқаннан кейін шақырып алып, көмектесіп, нандарды үйреніп, қасында жүріп. Жаздың уақыты, сол кезде ағам айтты, сенің қолыңнан келіп тұр осы наубайшылық. Неге колледжға түспеске, неге ары қарай алып кетпеске, сенен шығады деді. Содан кейін осы Хопис деген колледжді тапты, қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжін. Сол жаққа түсірді. Сол жерде болған негізі мынау жұмысшы мамандықтар ғой. Аспаз всегда жоғарыда тұрады. Сол кездегі бір қызығы түскендегі приемныйда отырған адамдар, сен аспазға түс деп қоймаған маған. Сен аспаз боласың, аспаз бол, өйткені сен жақсы оқисың, балың соған келеді деп. Жоқ, наубайшыға түсем деп қоймай қойғам. Наубайшыға енді кішкене 4-3-ке оқитын балалар оқиды ғой негізі. Сонымен қоймай сол наубайшыға түсіп. Сонда наубайшы жұмысы жеңіл деген сөз бе, оқуы? Аспазға қарағанда неге деп? Жоқ, ондай емес. Қазіргі таңда наубайшыларға бізде 4-5-ке оқитын балаларды аламыз колледжда. Ал ол кезде жаңағы наубайшыдан бұрын аспаз жоғары тұратын. Қазір социальный сет, Инстаграм деген сияқты заттар бар. Сол арқылы наубайшылық уже жоғары көтеріліп жатыр. Сонда енді бір, рас, колледжге енді кей кезде болады 9-дан кейін экзаменнен қашқан, емтиханнан қашқан балалар түседі деп айтатын. Енді 3-4-пен, жаңағы 4-5-те оқу деген сияқты ол қаншалықты маңызды? Бұл енді тамақ пісіру ғой. Жақсы оқитын балалармен кішкене нашар үлгерімі нашар балалардың да айырмашылығы бар ғой, жауапкершілік жоғары болады. Сосын жақсы оқитын балалар бостан-босқа поварға түсем деп келмейді ғой. Олардың, значит, бір арманы болады, мақсаты болады. Қазіргі менің студенттерімнің барлығы наубайшы технологтар. Барлығында 5-4-пен оқитын балалар. Өйткені олар өздері қалап түскен. Рабочий мамандықтардағы жаңағы студенттерден қарағанда, жақсы оқитын студенттердің басынан бастап арманы болады. Сол балаларды алсаң өкінбейсің, жауапты болады, қызығады. Өздері үшін жүреді жаңағы, заставлять еткізбесін де ешкімді. Оқу қиын ба? Оқума қиын емес негізі. Оқу наоборот күшті. Қазіргі таңда вообще барлық условия жасалып қойған колледждарда. Заманауи. Ас үй, техникалық жабдықтар. Техникалық жабдық, цех бар бізде, жаңа оборудованиялар бар. Содан кейін бізде жақсы отельдермен жұмыс жасаймыз. Ритц-Карлтон мына жерде тұрған, Санта-Реджис, Мариот, барлық мықты отельдермен жұмыс жасады. Мотивация соның барлығы. Шетелде жұмыс істеп жатқандар бар ма? Біздің көп жастар шетелге баруға қызығады ғой. Өте көп. Біздің выпускниктардан, түлектерімізден колледждің өте көп. Бір кісі жаңағы Паулина дегенді білетін болар, барлығы. Кондитер қыз бар ғой, Дубайдағы. Сол кісімен жұмыс жасайды. Жаңағы Эмирейтстағы ең қымбат отельде біздің түлегіміз жұмыс жасайды. Америкада бар, Европада бар, бүкіл жерде жұмыс жасайды. Бүкілі кеткен студенттер өте көп, успешный студенттер.
Керемет. Енді өзіңіз де білеміз, сіз Францияда болдыңыз, Польшада болдыңыз, Швейцария, Түркия сияқты бір қатар елдерде болып біліктілікті арттырдыңыз. Иә. Жалпы ол жақтың ерекшелігі білімге мүмкін сіз үйретуде бір қандай да айырмашылығы бар ма? Айырмашылық бар, иә, өте үлкен айырмашылық. Қай жағынан? Европа мен Қазақстанның Мүмкін Қазақстан мықты шығар. Қазақстан мықты, әрине, қалып қойып жатқан жоқ, қазіргі таңда мықты Қазақстан. Бірақ Европада қалай айтсақ болады, более свободно барлығы. Сабақ 9-да басталсын, бізде 8-де точно болып, 12-де бірде біту керек қой. Біздің мамандық наубайшы мамандығы, иә. Наубайшы болғандықтан ол ұзақ процесс, наубайшының жұмысы. Ол жақта таңғы, например, 8-де бастасын. 8-де бастағаннан кейін балаларға арасында үзіліс беріп, кешке дейін жұмыс жасауы бар. Продуктыда разница бар. Китель, иә, например, біз повармыз ғой. Жалпы аспазшы мамандықтары болған соң, бізде қалпақ міндетті түрде киюіміз керек. Европада ондай нәрсе жоқ. Қалпақсыз жұмыс жасай береді. Мынандай ғана кепкалар өзіне не ыңғайлы, более свободный. Әрқайсында әртүрлі форма деген сияқты. Өйткені балаларға қызық тек изделия, тамақ жасау, технологиялар қызық. Біздің Қазақстанда кішкене строгилық бар. Өйткені бірақ Азия ғой. Қытай, Япония, Корея мемлекеттеріне қарасаңда, біз кішкене соларға қараймыз да. Өйткені оларда тәртіп бар. Біз сияқты тәртіп, тәртіп бар. Қайта ас үйде тәртіп болған дұрыс емес пе? Негізі? Тәртіп болған негізі дұрыс қой. Әркімнің өзінің көзқарасы бар, өз ойы бар бірақ. Әрине. Европалық более свободный жақ маған ұнайды негізі, сол жақта жұмыс жасаған. Солар сияқты. Сондай разница бар, а так печкада, оборудованияда. Бізде де қазіргі таңда мықты оборудованиеміз, бірақ ол жақта қазір мүлдем дамып отыр. Бізде қазір уже оборудованиеміз сәл қалып қойды, ол жақтан жаңалар уже шығып, жаңа оборудованиемен жұмыс жасап, солай уже барлық техникамен жұмыс жасайды. Алғашқы нанды пісірген сәтіңіз есіңізде ме? Қай кезде болды ол? Колледжде ме, әлде ағаңыздың қасында жүргенде ме? Ағамның қасында жүргенде, иә. Қандай әсер алдыңыз? Өте басқаша әсер, кәдімгі мамаларыма хабарласатынмын нан жасаған кезде. Нан қара, мен нан жасап жатырмын сендер сияқты деп, булочка істеп жатырмын деп. Басында өте көп нан күйдіретінмін, таяқ жейтінмін ағамнан. Неге сен нанды күйдіре бересің, неге қарамайсың деп. Өйткені жеңілірек қарағам ғой оған дейін. Мамамыз, қарындасымыз, әпкем нан пісірген кезде мән бермей ауылда деген. Былай қарағанда, оказывается, ол зат өте жауапкершілік жоғары. Ер адам бізде көбінесе қазақтарда ас үйге қатты жақын бола бермейді ғой. Сондықтан сіз түсінуге болады. Басында түсінген жоқпын, жауапкершілігі өте мол екенін. Содан кейін нанды күйдіре бастаған соң, уже минусқа кіре бастаған соң пекарнеміз бар ғой. Жауапкершілікті талап ететінін біліп, кіріп ішіне, одан кейін уже солай маңызды деп ойлап бастадым. Жалпы наубайшылықта қандай тәжірибе маңызды рөл атқарады? Наубайшылықта тәжірибе бізде қамыр бірінші очередтағы. Қамырдың качествосын білу, қамырды қалай илеу, технологиялар, жалпы пісірудегі технологиялар, ұнның әртүрлілігі болады, ұнның влажный немесе сухой, влажность жоғары деген сияқты. Жауапкершілік от и до нанды илегеннен бастап пісіргенге дейінгі технологиялар өте маңызды болып саналады. Өйткені біздегі важный итоговый изделие ғой. Итоговый изделияға ол неден тұрады? Ол жаңағы процесстардан тұрады. Процесстарың дұрыс болса, идеальный изделие бар деген сөз сенде. Енді жалпы біздер наубайханашы десе бірден тек нан пісіретін, бәліш тоқаш пісіретін адамды ғана елестетеміз, біз білмейтін не бар, сіздер не жасайсыздар? Бізде наубайшылыққа негізі аспаз да кіреді. Біз етпен де жұмыс жасаймыз, кондитер да кіреді, өйткені неше түрлі салмалар, начинкалар бар ғой. Соның барлығын біздер кондитерлерден үйренеміз.
кондитерлерден оформление, декор деген сияқты заттарды үйренеміз. Жаңағы аспаздардан да. Содан кейін барға да қатысымыз бар деп қояйын, өйткені нандардың көбісіне бізде алкоголь қолданамыз. Ликер, ром деген сияқты заттардың барлығын нандарда, өйткені көп европалық нандар жасаймыз ғой. Европалық нандар көбісі алкогольдан тұрады. Алғаш есту. Мысалы қандай нан ол? Мысалы штолленді алсақ болады. Штоллен деген естіген боласыздар, Астанада да бар ол қазір. Қателеспесем, осы наубайханаларда бір штугы 12.000 теңгеден тұрады олынан. Ол жаңағы рождественский хлеб. Жаңа жылға дейін, жаңағы бір ай бұрын жасалынып қояды. Ашымай ма сонда? Ол ашымайды, жоқ. Ол тәтті нан болып саналады. Кекс, рождественский кекс деп аталынады. Соған ром қосылады. Жаңағы темный ром. Сөйтеді да, сол бір ай бұрын пісіріліп, пергаментке орап, бір терезенің алдына қойып қояды. Жаңа жыл келген кезде 31 күні жаңағы немістердікі ғой негізі. Алып, Рождество деп кесіп, соны жейтін болған праздник қылып. Өте қызық ақпарат. Енді сіз колледжде оқып жүрген кезде өзіңіз көп жарыстарға қатыстыңыз, халықаралық. Оның ішінде WorldSkillsқа қатыстыңыз. Жүлделі біраз орындар алдыңыз. Сол сәтке оралсақ, сіз жалпы ол кезде қалай болды? Қиын ба негізі жарысқа қатысу? Неге қатысу керек деп ойлайсыз немесе? Кім айтты сізге қатыс деп? WorldSkills ма? Иә. Қатыс деп айтқанда, басында практика басталған кезде енді жасаймыз ғой заттарды. Қасымдағы студенттердің барлығы ештеңе білген жоқ. Мен ғана білдім да. Кураторым, жаңағы мастерім сразу байқады. Сен баланың бір нәрсе бар екен сенде. Болды, сен бізде WorldSkills деген жарыс бар деді сол кезде. Соған сен қатысасың. Бірінші орын алуымыз керек деген сияқты мақсаттар қойды. Өйткені бірінші курста уже WorldSkills деген жоқ бізде. Сол кезде жүргенде бізден жоғары уже республикалық деңгейде қатысып жүрген қатысушылар болды. Сол участниктарды жаңағы актовый залға жинап, қатысуға бара жатқанда бүкіл студенттерді шақырып, бізді жинап, біз бірінші курспыз ғой. Осылай қатысушылар сәттілік тілейміз деп былай шығарып салған болатын директорымыз. Сол кезде жаңағы WorldSkillsқа қызығушылық деген басталды. Маңыздылығын түсіне бастадыңыз, не деген абырой мынау деп бүкіл колледж шығарып салып жатыр конкурсқа деп. Содан кейін қызығушылық басталды. Жалпы WorldSkillsқа қалай бастадым мен? Қызық, осының өзі қызық. Әлі күнге дейін жаңағы республикалық эксперттар айтып отырады күліп, арқамнан қағып, сен деген волонтерлықтан бастадың ғой деп. 2019 жылы мен екінші курс оқитын болатын. Сол кезде республикалық чемпионатта волонтер болып қатысқан болатын. Осы наубайхана құзыреттілігінен. Онда да бола ма? Волонтер не істейді сонда? Волонтерлар посуданы жуып апарып тұрады просто. Пол болып қалса, полға бір нәрсе төгіліп қалса жуып. Жинастырып көмектесесіз. Жинастырып көмектесеміз. Соған апайым специально кіргізген болатын. Қара, сен осыған қатысасың деп. Жақсы деп өзім қызығушылығым бар. Таңертеңнен кешке дейін 2 смена болады ғой. Солай жүрген болатын. Қарап өткені өзіме керек зат қой. Содан 2019-дан бастадым. 2020 жылы қалалық чемпионатқа қатыстым. Ол жақтан бірінші орын алдық. Жалпы біздің колледжімізден наубайхана құзыреттілігінен осы уақытқа дейін 3-4 жылдың 2019-ға дейін 3-4 жылдың аралығында орын алмаған ғой, бірінші орында. Бірінші рет алдым колледждің историясындағы жалпы наубайханадан. Қуандық, бәрі қуанып жатыр. Республикаға шықтым 21-ші жылы. 21-ші жылы Ақтау қаласында болатын, сол жаққа қатысып, оған дейін колледжіміз Татарстанға 2 рет жіберген болатын, Казань қаласына. Ол жақта өткені 2019 жылы жаңағы мировой жарыс өткен. Сол үшін сол жаққа барып обучаться етіп келіп, 21-де қатысып, ол жерден 2-ші орын алдым. Бірінші орынға кішкене балы жетпей қалды енді. Бірақ 2-ші орында жаман емес деп. Әрине, ол қаншама үздіктердің ішінен 2-ші орынға шығуда оңай емес қой. Бүкіл республикадан, одан кейін осында бізде закрытиядан кейін бізде Якутияда жарыс болды. Саха республикасын білесіздер ме? Суық жақтағы. Сол жаққа закрытиядан кейін сразу ұшып кеттік біз.
сол жаққа барып қатысып ол жақтың республикасынан 3-ші орын алып келдім. Бізге өте күшті достижение болды колледжімізге, өйткені ол международный болып саналады ғой. Бүкіл Якутияның ішінен қанша 9-дай республикалық участниктар болды. Содан 3-ші орын алып келдік. Келгеннен кейін уже мировойға отбор керек бізге. Швейцарияда болатын болды ол кезде. Соған главный эксперт Тектес деген кісі болатын. Алкубадова Тектес апайым. Сол кісі 1-ші орын мен 2-ші орын, 3-ші орыннан таңдап алады ғой енді. Отбор болу керек. Ол кезде голосование ғана болды. Ол кісі өзі таңдады. Мына осы бала негізі жақсы жұмыс жасады, алып кетемін деді. Достижениялары көп, обучениеға да барды деп 22-ші жылы дайындалып, Швейцарияда қатысқан болатынмын. Әлемдік чемпионат, бәрі күшті, ответственность деген өте көп, өйткені Қазақстанның атынан барып отырып қой. Қатысып. Қанша қатысушы болады сонда шамамен сіздер? 15 шақты. Әлемдік чемпионатта 15 болды. Сол жерден қатыстық, көрсеттік өзімізді. И бірінші рет жаңағы 10-дық топ 10-дыққа кірдік қой, 9-шы орын болды. Әрине, ол деген средний көрсеткіш қой негізі. Орта көрсеткіш, бірақ біз үшін ең үздік көрсеткіш болды, өйткені осы уақытқа дейінгі әлемдік чемпионаттарда наубайхана құзыреттілігінен соңғы орындарды алып отқан болатын. Біз 15 қатысушы болса, 15-ші, 14-ші, кейде 15 жоғары көтерілмегенбіз. Сол кезде бүкіл Швейцарияның, Францияның эксперттары қолында алған болатын. Биыл мықты көрсеткіш, саған рахмет деген сияқты нәрселерді айтты. Содан кейін біздің Қазақстанды одан кейін уже соперник ретінде санайтын болды, қорқатын болды Қазақстаннан. Қазақстан деген дамып келе жатыр деген сияқты кішкене. Планканы көтердік дейсіңдер ғой. Көтердік, содан бастап уже көріне бастадық. Одан кейін 22-ші жылы Швейцариядан келдік, енді республикаға қатысатын болдым. Өзім сарапшы болдым. Алғаш рет сарапшы болдың ба? Екінші рет сарапшы болдым. Екінші рет республикаға қатыстым. Қатысушым жаңағы 3-ші орын алған болатын. Ол да жақсы көрсеткіш, жарайды дедік, 1-ші орынды бермеді ғой деп. Қатысып, сол кездегі 1-ші орын алған мен 23-ші жылы. Ол кезде Евроскилс Польшада болатын, Гданск қаласында. Соған дайындықта 1-ші орын алған баламен қайтадан мені шақырды. Өйткені әлемдік чемпионатқа қатыстың, сенің опытың бар. Сенде больше возможность деген сияқты. Екеуміз 23-ші жылы Ақтауда жазымен жаңағы тренировочный лагерь болды бізде. Дайындалып, екеуміздің біреуін әрине алып кету керек. Сол кезде кәдімгі результатпен менікі жоғары болды. Мені таңдады. Сонымен Данияға бардым. Дания деппін ғой. Польшаға бардыңыз. Польшаға барып, Гданскке қатыстым. Сол жердегі әттеген-ай деген бір зат бар, өйткені әрине ол бүкіл жерде несправедливость болады, бірақ Қазақстан, Европадан андай бір зат бар, Қазақстан не үшін жүр деген сияқты Европаның арасында. Біз енді Орал қаласының арқасында кіріп кетіп отырмыз ғой Европаға. Сол үшін кішкене бөле түсіргенде жайы бар шығар, мүмкін өзімде қателігім бар шығар деймін. Бірақ 3 балл жетпей қалды медальонға. Медальонға 700 балл болу керек, соның 697 болып қалды. Бірақ менен төмен выступать еткен Исландия деген мемлекет болатын. Мүлдем төмен болатын, сол каким-то образом менен жоғары болып кетті. Сонымен әттеген-ай болды, ладно дедім, өмір ғой. Кейде түседі, кейде көтереді. Жеңілу де оңай емес әрине. Ұтылып та үйрену керек деп жарайды дедім енді. Қатыстым, енді осы жылы 25-ші жылыма сарапшы болып отырмын, халықаралық сарапшы. Данияда сарапшы боласыз ба? Енді Данияға қатысам бұйыртса. Өзіңіз қатысасыз? Жоқ, сарапшы болып қатысасыз. Енді қараңыз, сіз өзіңіз біраз өзіңіз де қатыстыңыз бірнеше жарысқа, үлкен нәтиже бердіңіз. Қай уақыттан бастап сіз шәкірт тәрбиелеп, оқытушыларыңызды жібере бастадыңыз? Сол 21-ші жылдан бастап, өйткені 2021 жылы республикаға қатыспай жатып, мен оқу бітірдім. Сол жылы сентябрьда мені жұмысқа алды. Колледжіміз
сол жылдан бастап шәкірт дайындап уже бастадым. 22-ші жылы жаңағы 23 уже қанша 4-ші жыл болыпты шәкірт дайындап жүргеніме. Шәкіртке қояр талабыңыз қандай? Шәкіртке қоятын талап өте көп. Жоғары. Қаталсыз ғой дейме? Қаталмын, өте қаталмын. Өйткені дисциплина болу керек балада. Бірінші очередь ол, одан кейін жауапкершілігі жоғары болу керек. Сосын негізі ол балаларды таңдаймын. Наубайшы жарысына. Не себепті? Қыздар ас үйге жақын емес пе, икемі бар деп? Жоқ, ол мақсат ол ондай емес. Ұл балада наубайшы негізі жалпы ұлдарға арналған мамандық қой. Қамырмен жұмыс жасау. Мен жалпы аспаз ұл балаларға арналған мамандық деп ер адамдар келіп еститінмін. Өйткені ауыр зат көтересің, жұмыс ауыр, аяқта тұрасың тік деп. Ал аспаздан қарағанда наубайшы 2 есе қиын мамандық. Қамырдың өзі ауыр, Қамырдың өзі ауыр, жаңағы қатпарлы қамырлар бар. Оны жаю бар, оны алу деген сияқты формовка жасау. Сондықтан ұлдар көбінесе. Содан кейін видный балалар керек, бойы ұзын деген сияқты. Өйткені конкурс WorldSkills не үшін? WorldSkills'та жарысқа қатысқан кезде 20 бала қатысып жатыр. Көзге көрінетін бала керек қой. Әппақ киінген поварской формада, например. Қалпағы ұзын. Сырт келбетке де қарайды. Денесі бар, сырт келбеті бар. Соған да қараймыз негізі WorldSkills'та. И сол баланы идеальный қылып шығарамыз. Әлемдік чемпионатқа дайындауымыз керек. Өйткені бізде Қазақстанның атынан қатысатын қатысушылар әдемі болу керек, күшті болып қатысу керек деген сияқты. Ол жақтардағы мақсат сондай ғой. Көресің ішінен, например, 24-ші жылы осы Лионда Қытайдың баласы қатысты, кондитердан, пекардан екеуін айта салайын. 2 қатысушыда прям өздерін ұстауын біледі, қалай ұстау керек екен. Адамдар келгенде былай күле салады, конкурс болып жатыр негізі, оған уақыт болмау керек. Оларды уже дайындап тастаған. Соның өзінде қаншама заты дайын, четкость бар, барлығы әлемдік чемпионат болып жатыр, бүкіл ел қатысып жатыр, бірақ Қытайдың алдында тұр барлық. Мұнтаздай тазалық. Тазалық, Киген киімнен бастап. Денелері бар, түрлері де бар, жаңағы жұмыс жасауы четкость бар. Соған қарап кішкене келе жатырық біз деген ойдамын. Менің өзімнің жаңағы көзқарасым солай. Ол сіздің талабыңыз, негізі өзіңіз қоятын. Бірақ ол да жақсы ғой, талап қоя білген. Соның арқасында осы қалалық чемпионатта осы соңғы 2 қатысушы қатысты бізден. Жаңағы Лионға барып келген, Францияға барып келген обучениеға. Өте жоғары, даже әлемдік деңгейдегі изделиялармен өздерін ұстап жоғары шықты. Республикада ондай деңгей жоқ. Сондай нәрсе бар. Ал жалпы неге студенттер WorldSkills'қа бару керек, қатысу керек деп айтасыз? Неге WorldSkills жалпы маңыздылығы неде бұл жарыстың? Мүмкін біз дұрыс түсінбейтін шығармыз, толықтырып сіз айтып берсеңіз, WorldSkills'ың маңыздылығы өте жоғары. Мен өзімді айта кететін болсам, колледжға мұғалім болып, жаңағы өндірістік оқыту шебері болып қалған себебім WorldSkills болатын. Өйткені бізге қатты кіргізіп тастаған болатын, WorldSkills деген осындай деп. Бір өміріміздің мәні болатын, бір былай қарап айтсаң WorldSkills. Өйткені сол арқылы біз шетелге бардық, сол арқылы біз профессионал болдық WorldSkills арқылы. Өйткені күнде дайындаласың, аптасына 7 күн ба, 7 күн дайындықтар болады. Сен таңдаған мамандығыңа кіре бастайсың, профессионал бола бастайсың, сені ел жұрт тани бастайды. Қызығушылық бар, әр жаңа модульдар бар, жаңа нандар деген сияқты. Солай өз ісінің маманы болуға возможность бар, жаңағы WorldSkills, осы WorldSkills береді деп ойлаймын. WorldSkills шындығымыз айтқанда, мені осылай халықаралық сарапшы, Инстаграмда барлығы таниды, және де осы WorldSkills'қа қатысқанның арқасында адамдар танып, мастер-класс үйретемін, ақша табам. Соның барлығына осы әкеліп жеткен WorldSkills деп ойлаймын. Сол үшін, біз енді ақыға да қарайды, білесіз ғой қазір бірінші кезекте. Наубайшылар жақсы айлық таба ма? Өте көп айлық табады. Қазіргі таңда аспаздан жоғары айлық табатын наубайшылар. Кондитер мен наубайшылар өте жоғары, өйткені
круассан жасау. Айта беріңіз. Круассан жасау жаңағы өте қиын заттар бар, жаңағы панеттоне деген сияқты қиын 2-3 күн жасалынатын заттар бар. Сондықтан наубайшыларға ақша өте көп төленеді. Далада қалмайды, наубайшылар қазір өте сұранысқа жоғары. Бізде Астана қаласында жоқ. Енді әр мамандықтың плюсымен қатар минусы жүреді ғой. Қиын тұсы қандай? Қиын тұсы негізі түнде жұмыс жасау. Таңғы 2-3, 4-те келіп жұмыс жасау, обедке дейін бітіру, бірақ түнгі жұмыс бәрібір минус болып саналады. Одан кейін 8 сағат немесе 6 сағат немесе кейбір наубайшылар 12 сағат аяққа тұрып жүреді цехтың ішінде. Сол бар. Кейде ыстық, кейде салқын деген бар. Өйткені нан пісірген кезде ыстық болып кетеді. Одан кейін круассан жасағанда бөлек комната бар, салқын комната, солай перемен болады дейма, солай бар. Сол нәрсе өте жаман, өйткені ауырып қаласың кейде, теріге зияны бар ол заттың. Сол минус. Бірақ ақысы өзін ақтайды дейсіз ғой. Ақысы әрине. Бастысы сол ғой. Қазіргі таңда жұмыстың енді оңайы жоқ қой. Оңайы жоқ, оңайы жоқ негізі. Қазіргі таңда наубайшылар 20 мыңнан жоғары алады. Бір күнге ма? Бір күнге, Енді сіз өзіңіздің шәкірттеріңізге жалпы наубайшылықтан басқа нені үйретуге тырысасыз? Наубайшылықтан басқа тіл үйрену, ағылшын тілін, шет тілдерін, французский өзіміз отырамыз жұмыс жасап жүргенде, сабақ бергенде ағылшынша сөйлеп, арасында французша сөйлеп, әзілдеп деген сияқты. Яғни сіз бірнеше тілді білесіз? Мықты емес, бірақ elementary, pre-intermediate солай ойындар. Сол тіл үйрену бар, одан кейін біздің жаңағы WorldSkills'тағы бір минус бар, ол деген депрессия, стресс деген сияқты түсіп кету возможностьтары бар. Өйткені ол жерде бәрібір орындар бар ғой. Бірінші орын, екінші орын деген сияқты, соның кесірінен. Орын алмай қалса дейсіз ғой? Орын алмай қалса балаларға депрессияға түсіп кетеді. Соған шығару үшін бізде қыдырып келеміз, спортпен айналысамыз, теннис ойнаймыз, волейбол ойнаймыз, в основном теннис ойнап балаларға үйретемін, өйткені теннис арқылы жаңағы шығады барлығы, жынын шығарып алады деген сияқты. Спортқа баулу, тіл үйрену. Енді психологиялық тұрғыда жеңіліске дайын болу үшін енді өзіңізде болды ма ондай сынып кететін сәттер? Немесе бұл мамандықтан бас тартқыңыз келген кездер? Әрине болды. Өте көп болды деп айтсам болады, өйткені жаңағы республикалық жарыста 2-ші орын алып қалғаным бар ғой менің. Қатты не болды, стресс болдым, өйткені сен достойны болып тұрып, 1-ші орынға, 2-ші орынға түсіріп жіберу деген қазірге қарап тұрсам, бала үшін қатты стресс екен ол. Өзім стрессқа түстім, сол кезде білемін ғой, дәмін қалай екенін. Одан кейін де жаңағы Гданьсктан 3 балл ғана жетпей қалып түсіп қалу деген сияқты. Мен сөй бас тартамын. Гданьскқа дайындалғаннан бұрын жаз бойы күнде нан жасаймын. Таңертең тұрам, нан жасаймын күнде. Нан жасаймын, 3 ай бойы нан жасап келіп, нан жасағым келмей болды, конкурстан кейін демалам дегеннің өзінде енді демалдырған жоқ, бірақ колледж. Жұмыс демалып тұрған жоқ, өйткені бәрібір наубайшысың ғой, студенттерге сабақ бересің. Сондай перемендар болды, сол кезде спортпен жаңағы жеңіп өзімді бастадым. Теннис ойнап, волейбол ойнап, все деп сол жерден жанымды шығарып жаңағыдай. Сондай кеңес бересіз, сынып кетпешін қатысушыларға. Енді жай ғана наубайшы емес, бізде қаншама құзыреттілік бар WorldSkills'та. Барлығында бір жағдай деп ойлаймын. Барлығында бір жағдай, барлығында бір жағдай. Оларға не айтасыз қатысушыларға? Ертең республикалық чемпионат басталады бұйырса алдағы уақыттарда. Дисциплина керек. Осы WorldSkills'та жаңағы немесе әлемдік чемпионатта главный нәрсе миға кіргізу, армандау, цель қою, одан кейін барлығы орындала береді. Миға қойған, Аллах тағала айтады ғой, миыңа сен ойламаған затты, болмайтын затты бермейді. Ол значит болады деген сөз деген сияқты. Сол сияқты бәріміз ойлады, сол нәрсені қою керек, тек дайындалу керек, жатпау керек.
24/7 керек болса, иә. Біз өзіміз дайындығымыз солай. Одан кейін не керек? Спортпен айналысу керек деп ойлаймын. Тенниспен айналысу керек, жаңағы басқа да футболда түрлері бар. Ол жерде өйткені кейде ұтыласың, кейде ұтасың деген сияқты соған дәмін сезіп үйренесің уже, бірақ тек мотивация ұтуда ғой енді бүкіл жарыста. Енді наубайшылық ол жай ғана қамыр илеу емес қой, негізі шығармашылық, иә? Сіздерде WorldSkills'та мысалы біз көреміз неше түрлі скульптуралар жасап жатады тіпті қамырдан. Негіз қалай өтеді жарыс әдетте? Әдетте жарыс қандай талап қойылады дегенім ғой? Талап бізде жалпы 6 модуль немесе 7 модуль бөлінеді. Жаңағы модульдарда әр елдің традиционный нандарын алады. Например, багет. Традиционный багет бізде болу керек 6 штук, граммы 350 грамм піскеннен кейін деп алайық. Солай задание беріледі. Біз соны традиционный багетті шығаруымыз керек. Например, 2 сағаттың ішінде, 2 сағаттың ішінде круассан шығаруымыз керек деген сияқты сондай задание беріледі. Одан кейін скульптура деген важный затымыз бар біздің. Ол қорытынды не сау дейме? Қорытынды, лицо кәдімгі вид тұратын еткені. Әр жылы әр түрлі тақырып беріледі. Лионда біздің тақырып болды Эйфелева башня. Соны жасау керек болды. Барлық участникта Эйфелева башня болды, смотря оны қалай шығарды, оған еткені фантазия керек, кейбір жеріне мынандай нәрсе қосу керек деген сияқты. Кейбір жылы взгляд на будущее болды. То есть болашаққа көзқарас тақырып. Әр жылы әр түрлі. Болашаққа көзқарас өте қиын болды. Өйткені қиын ғой. Не жасайсың оған? Не жасаймын? Нақты тапсырма жоқ қой. Просто болашаққа көзқарас. Кейбір жылы флора, фауна беріледі. Кейбір жылы искусство деген сияқты тақырып. Содан біз наннан шығаруымыз керек. 3D адамды шығаруымыз керек. Немесе жануарды шығарамыз. Немесе жануардың басы жануар, аяқ жағы адам ба солай, или аяқ жағы растение деген сияқты. Сол арқылы біздің уровень көрсетеді. Ең мықты елдердің қатарына негізі скульптурадан жаңағы кондитермен пекір бірдей ғой. Кондитерде шоколад пен карамель бар да, бізде тек нан ғана бар. Тек осы тамақ жағынан қарағанда сервис мамандықтарынан пекір мен кондитерде сондай қиын тақырып бар скульптура деген. Сол біздің лицомыз, сол ең важный модульдардың бірі болып саналады бізде. Соған фантазия керек. Жаңағы WorldSkills'қа балаларды, қиял балаларды аламын арасында. Шығармашылық сол үшін дейсіз ғой? Шығармашылық сол үшін. Негізі техникалық кәсіптік бағытта енді шығармашылық әдетте жоқ деп ойлаймыз ғой? Негізі. Мүлдем жоқ деп мысалы, өйткені ол бәрібір техникалық мамандықтар деп. Бірақ біздің немізге қарағанда, енді біздің жағдайымызға қарасақ, керек бәрібір. Өйткені круассанның өзін басқашылай шығаруымыз керекпіз. Өйткені задание солай. Сол үшін қиялы кейде бір әдебиетке кетіп қалған балаларды алып келеміз. Өйткені сурет таңдаған балаларды алып келеміз. Өйткені сыза білу керек қой ол бала. Сыза білген бала. Бізге наубайшыларға ең керегі химия пәні, алгебра пәні, геометрия пәні. Жаңағы сызу, бейнелеу болады ғой. Сіз өзіңіз іріктеп аласыз ба жарысқа баратын балаларды? Жарысқа баратын балаларды өзім іріктеп сабақ беремін ғой енді. Маған 3-4 группа келеді, оларға сабақ беремін. Іштерінен таңдап аламын. Сендер осы WorldSkills'қа қатысасыңдар, подходите. Одан кейін барып ішінен отбор болады. Отбордан қалалық чемпионат болады. Қалалық чемпионаттан ұтқаннан кейін жаңағы республика, отбор, әлемдік болып кете береді. Алдағы өзіңіздің жоспарыңызды айтып берсеңіз, қандай жоспарыңыз бар? Алғашқы 5-10 жыл мысалы. 5-10 жылдықта әлі де ұстаздық етем деп ойлайсыз ба? Ұстаздық етем деп ойлаймын. Ұстаздық ету уже маған как родной деп айтамын, қалай? Жаныңызға жақын. Жаныма жақын бір мамандықтың бірі болып қалды. Өйткені сабақ беру, студенттермен жұмыс жасауға бауырласып қалдым, үйреніп қалдым қаным. Ал сарапшы болу?
Сарапшы ұстаз бен екеуінде қандай айырмашылық бар? Сарапшы өте басқаша. Сарапшы оңай емес пе, керісінше? Сарапшы қиын. Қиын, иә. Баға қоя салмайсың ба деген? Жоқ, сарапшы болу, сен баланы дайындайсың ғой. Сен стресс устойчивостьқа дайындайсың баланы. Конкурста өзіңді ұстауға. Кейбір затың шықпай қалса, жылап қайтып кетпеуге, кетіп қалмауға, конкурстан шықпауға, әрі қарай жалғастыруға, ситуациядан шығуға. Ол жақта анау бала қатысып жатады. Біз сыртта боламыз. Балаға біздің бүйтіп қарағанымыз стресс. Соның бәрін түсіндіріп, сен олай ойлама, бізге блок қойып таста деген сияқты. Біздің өзіміздің шын оценка жасауымыз бар конкурстың өзінде. Өйткені біз колледжға немесе балаға оценка қоймауымыз керек. Біз тұрған изделиеге оценка қоюымыз керек. Ешкімді аяу деген нәрсе болмайды. Сосын мына бала анау бүйтті ғой, слабый бала деп жоғары қоямын деген нәрсе мүлдем жоқ болу керек. Тек жұмысты ғана бағалайсыз. Тек жұмысты ғана, итоговый изделияны жаңағы соған қарап бағалау керек. Біздің Қазақстанда өте көп эксперттер бар, сарапшылар. Басқашалай бағалайды. Қазақшылық бар ғой біздің. Жоқ, қойшы мына балаға көтере салайыншы деген нәрсе бар. Соны көп қолданады, ондай деген мүлдем қажет. Ол негізі дұрыс емес қой, өйткені сен әлемдік жарысқа қалай жібересің, иә? Соны айтамын ғой. Ол жақта ол бала страдать етеді, сосын дұрыс баланы таңдамасақ. Қазіргі жастар былай ширақ, пысық па? Немесе керісінше кішкене енді альфа-арпақ дейміз, бөлек деп айтамыз, мүмкін енді оған жоқ шығар. Бұндай еңбекке тез стресс алып қалатын шығар. Жоқ. Ондай қазіргі мендегі жүрген балаларда басында болды стресс алып қалу деген сияқты. Өйткені WorldSkillsқа дейін де көп халықаралық фестивальдарға қатыстырамыз, жарыстарға. Солай балаларды үйретіп аламыз. Уже қан үйреніп кетеді. Ұтылдым ба? Жарай деген сияқты. Немесе конкурстың өзінде алдыңғы жолы мен конкурста дұрыс жасаған жоқпын ғой. Учиться на ошибках деймін. Бұл жолы жасап шығаруым керек деген сияқты нәрселерді балаларды өзімізге келтіріп аламыз WorldSkills'тың адамына. Былай қарап тұрсаң, колледждердің өзінде де, студенттерден де, сарапшыдан да қарасаң, мұғалімдерден. WorldSkills'тың сарапшысы бөлек, қатысушысы. Кәдімгі обычный сарапшы, қарапайым мұғалім мен студент бөлек болады. Сол үшін баланы WorldSkills'қа келтіреміз жаймен. Бірақ пысық, иә, қазір? Бірақ пысық, өте пысық. Сенің ойлап тұрған затыңды ойлап тұрады. Мен жаңағы 2002 жылғымын негізі. Жаспын ғой. Білмеймін, балалар үшін жас шығармын. Балалармен тіл табысу оңай. Солардың миларын, қазіргі жаңа трендтарын біліп, солай тіл табысып аламын балалармен. Бір арнада боламын дейсіз ба балалармен? Бір арнада. Енді жалпы жұмысшы мамандықтарға деген көзқарас сіздің ойыңызша қазір қалай? Қоғамда? Қоғамда өте жақсы жұмысшы мамандықтарға көзқарас деген. Қара жұмысшы бұрын соңды қабылдайтын сәттер болады деп айтатын еді? Иә. Қазір ол стереотип жоғалған сияқты. Келісесіз бе? Ондай мүлдем жоқ. Ондай нәрсені, 19-20 жылдары болды. Қазіргі таңда білмеймін, наубайшы деген мамандық, аспаз деген мамандық, яғни қазір ата-аналар наоборот сол жаққа барсайшы, не қыласың анау юристті, қалып жатыр ғой, ол уже болды деп ше. Ол жақтан адамдар көп, конкуренция көп, мына жақта өлмейсің. Нан табасың. Нан табасың, тамақтың ішінде жүресің, например, қарның ашпайды, ақшаң да бар, қарның да тоқ, не керек, жылы жерде жүрсің, сыртта жүрген жоқсың деген сияқты. Сондай нәрселер бар, стереотип, мұндай мүлдем көрген жоқпын. Өзімде, например, қарындасымды осы колледжға түсірдім, өйткені өзімде көріп отырмын ғой, қандай достиженияларға жетіп отыр, жетістіктерге, Сондықтан жақсы мамандық керек. Жалпы жастардың арасында енді бұл кәсіпке деген қызығушылық, жаңа айтып тұрсыз, бар деп, келіп жатыр, өздері сұранып келеді деп. Ал негізі жалпы бұл жұмысшы мамандықтарына деп алайықшы, жалпы наубайханашы емес, кез келген мамандықтарға қалай ойлайсыз? Қалай біз жастардың махаббатын оятуымыз керек, біз тартуымыз керек? Насихат жақсы ма бізде? Насихат жақсы. Қазір колледждарда, мектептерге насихат деген өте жақсы. Барып, өздерін предлагать етеді.
Біздегі кейбір колледждер бар, енді соларды көтеру керек деп ойлаймын. Жаңағы халықаралық обучение, иә, біліктілікті арттыру дейді ғой. Сондай жағынан, өйткені қазіргі балалардың ойлары қалай, даже менің ойым қалай, любой бір универға түсем десем де, магистратура оқимын десем де, уровеньна қараймын. Осы университет мына жаққа жіберіп жатыр ма? Қай жақпен халықаралық қандай меморандумдары бар? Яғни балалар оған қарайды. Қарайды, міндетті түрде қарайды. Біздің колледжға түскен барлығы, мен қашан Турцияға оқуға кетемін, практикаға кетемін, мен қашан Европаға шығамын деп келеді. Барлық студенттер шыға ма? Барлық студенттер таласады бізде. Бізде недавно Турцияға студенттер кетті, жаңағы тәжірибеге. Соған таласып қалды барлығы. Количество арнайы 50 студент кетеді, қалғандары бара алмай қалады енді деген сияқты ғой. Сол арқылы келеді, қызығады. Біздің студенттерде, жаңағы WorldSkills'та жүрген балаларда біздің колледжға қалай қараған, уровеньға қараған, колледжіміздің жоғары уровень, Қазақстан бойынша шетелдерге шығып жатыр, результаттар шығып жатыр, инстаграмымызға салып жатырмыз, Турцияда жүрміз, Швейцарияда жүрміз, Францияда обучение жүрміз деп. Соған қызыққан. Және жұмыспен қамту көрсеткіші жоғары, иә. Договор болады ғой, например, отельдермен практикаға қайда жібереді? Мықты жерлерге жіберіп жатыр ма? Болмаса бір болмайтын бір жерге жіберіп жатса балаларды, не мотивация болады ол жерден? Бесплатно жұмыс жасап ол жерде. Лучше мықты жерге практикаға жіберіп, біздің мамандыққа келгенде Ритц-Карлтонға жіберді. Ол жерде үйренетіндей заттар өте көп, дисциплина бар, форма таза, ағылшынша балалар үйренеді. Сол сияқты заттар керек, халықаралық деңгейде керек колледжға. Енді егер сіз бүгінгі жалпы Қазақстанның жастарына үндеу жасасаңыз, не айтар едіңіз? Мүмкін түлектерге айтарыңыз бар ма? Түлектерге айтарым бар, иә. Жұмысшы мамандықты таңдаңыздар деген не деп айтады? Үндеуіңіз бар. Үндеуім бар, иә. Айтарым бар. Айтарым бар, өйткені жұмысшы мамандықта өте көп, возможностьтар өте көп. Қазіргі таңда жұмысшы мамандықтар жылы болды биыл, иә. Соның арқасында өте көп ақша бөлініп жатыр колледждарға. Яғни ақша бөлінген деген сөз, возможностьтар өте көп. Мықты колледж дайындайды студенттерді, иә. Шетел көру деген возможность бар. Колледждарда қазір өте көп дамып жатқан. Профессионально даму, ақша табу, бакалавриатқа түскеннен көрі осы колледжға түскен студенттердің достижениелері өте көп, жетістіктері. Сол жұмысшы мамандықтың арқасында профессионал болуға возможность өте көп. Және ерте дамитын сияқтысың. Ерте, иә. Өз қатарынан ерте дамисың, иә. Дұрыс айттыңыз. Я, бүгінге сұхбатымыз осымен тәмам. Жалпы жұмысшы мамандықтардың да әлемдік деңгейде қаншалықты қадірлі болатын бүгінгі сұхбатты айқын көрдік. Сізге тағы да алғыс білдіреміз келгеніңізге. Алдағы уақытта да көрер қызық өте көп. Келешекке талаппен бірге қадам басайық. Аман сау болыңыздар.